Белгісіз қонақ кешегі түнде ертең тағы келетінін айтты. Бірақ өкінішке орай мен одан құтыла алмаймын. Және ол тек маған көрінеді. Маған 3 түн бойы келеді. Және бүгін соңғы түн. Егерде соңғы түнде шыдасам, ол маған келмейді. Бүгін күні бойы түн болмауын қатты тіледім. Бір кезде әкем өзінің анаммен бірге ауылға баратынын, ертең келетінін айтқанда, менің үстіме соқ-соқ ұйғандай әсер алдым. Мен де баруымды қанша жыланып сұрасам да бара алмадым. Міне, түн де жақындап қалды. Үйде тек бір өзім. Құрбыларыма соғып, қасыма алдырайын деп едім. Бірақ мұным болмады. Ал енді керек. Бүгін соңғы түн. Шыдасам бостандыққа шығамын. Сағат 11. Өзімнің күнделікті киномды көрдім де төсекке жаттым. Қатты қорықтым. Жастықтың астына әкемнің пышағын салып қойдым. Ұйықтадым. Сағат 1. Ұйқыдан оянып кеттім. Оның келетінін сезіп жаттым. Бір кезде ас үйден тысырлаған дыбыстар шығып жатты. Аяқ жүрісі естіле бастады. Теледидар қосылды, қайта сөнді. Енді аяқ жүрісі менің бөлмеме келе жатты. Мен теріс қарап, көрпемді бүркеніп алдым. Есікті ашты. Маған қарай келе жатты. Сол сәтте мен мүлдем қозғала алмай, дыбысым шықпай қалды. Тек көзімді тарс жұмып алдым. Бір кезде одан, дайынсың ба? Бүгін шыдасаң, сені босатамын. Бірақ сен жарайсың. 2 күнде шыдадың. Ойын шарты былай. Көзіңді ашсаң, жаныңды аламын. Ойын таңғы сағат 6-ға дейін жалғасады. Деген қырылдаған дыбыс шықты. Мен көзімді тарс жұмдым. Ол төсекті айналып, менің бөлмеме жақындатты. Мен оны сезіп жаттым. Менің қатты жүрегім айнып жаттым. Өйткені оның иісі өте жиіркенішті еді. Шіріген жуындының иісінен де жаман. Ол қолымнан ұстады, шашымды ұстады. Бір кезде, сен батыл екенсің. Бірақ су жүректігіңде бар. Бүгін сені күні бойы аңдыдым. Сенің бұл түнге жеткін келген жоқ. Және сен ата-анаңның қасына, яғни ауылға барғың келді. Ауылдағы туысыңды өлтірген менмін. Сондықтан ата-анаң ауылға кетті. Ақымақ қыз. Сенің ата-анаңды да мен өлтірдім. Жылап ал. Жақсы боласың, деді. Менің көзімнен ыстық жас ытқып шығып, бетімдегі терімен бірге қосылып жатты. Ол қайтадан. Олардың өлі денесін көргің келе ме? Қазір көресің, деді де қолыма бір нәрсе ұстатты. Қолыма шаш, ауыз, кеңірдек, тағы бірдеңелер сезіле бастады. Бұл менің анам еді. Мен қатты жыладым. Бірақ көзімді ашқан жоқпын. Ол қарқылдап күліп жатты. Бір кезде ол менің бетімнен темір бірдеңемен сипап жатты. Пышақ секілді. Сол кезде оның не екенін түсіндім. Әкемнің пышағы еді. Жастықтың астына салғамын. Бірақ оны қалай деген ой болды. Бір кезде ол менің ұялы телефонымдағы видеоны қосты. Ол видеода естелік бар еді. Анамның мені туғандағы әкемнің камераға түсіріп жатқан кезі. Бұлардың даусын соңғы рет естіп қал.
енді естімейсің. Сағат қанша болғанын айтып қояйын. 5 болды. 1 сағат шыдасаң, бостандықтасың. Бірақ мен сенімдімін. Сен көзіңді ашсаң, мен сені алып кетемін. Ол өмірде сен маған тұрмысқа шығасың, мен саған үйленемін. Бұл шақта анасы мен әкесі үйіне қайтып бара жатты. Әлгі нәрсе қызды алдаған болатын. Анасы үйінде бір нәрсе болғанын, жалғыз қызы бір нәрсеге ұшырағанын сезіп, күйеуін қайта-қайта асықтырып, тез жүруін айтып тұрды. Үйге келіп анасы дереу есікті ашты. Есік сүйсе ашық екен. Қызын шақырғанда, қызы дереу алдынан ата-анасын құшақтап алды. Аузынан мен бақыттымын деген дыбыс шықты да талып құлады. Ата-анасы оны ауруханаға апарды. Дәрігерлер одан айырылып қалу қаупі бар деп ата-анасына шорт кесіп айтты. Операция жасады. Сәтті шықты. Ата-анасы жанына барып бір мауқын басты. Бір кезде әкесі естелік ретінде суретке түсейік деп ұсыныс айтты. Келісті. Түскен суретті қараған ата-анасы жүрегі ұшып өліп қала жаздады. Суретті қараса, қызының суретінің орнында бір ұсқынсыз қара түсті бір құбыжық тұрды.